Бүгін менің сырласатын қонағым Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, актриса Ғазиза Әбдінәбиева. Ғазиза апай, қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Сізді іздеп міне Алматыға келдік. 4 жыл болды. Сізге хабарласып, сұхбаттың сәті түспей жүргеніне. Бірақ осы жыл айттым мен. Сұхбат жазбасам Алматыдан кетпеймін деп. Осылай беріп тұрған уақыт өзі. Әр нәрсенің өзінің бір уақыты барға кездесетін. Мен де қуаныштымын сенімен кездескеніме. Жалпы Ғазиза апай, негізі сізбен жұмыс істеген өте ыңғайлы деп жатады. Келіскен кезде де мысалы сериалдарға, киноға келісіп жатады екенсіз. Мен бұлай енді онты ешкімге мәселе тудырмауға тырысам. Өйткені ол әр барған жерге творчестволық ауаны әкелу керек, творчестволық жағдай жасау керек. Өзім бойымда, үйімде қанша мәселе болса, оның бәрі үйде қалу керек. Мұғалімдеріміз солай үйреткен бізді. Бірақ кейін кезде қатты еркелеп жүрсіз, иә? Денсаулығыңызға байланысты. Иә, сондай ол рас енді. Мен өзім негізі өмірі еркелік білген адаммын ғой. Әкем соғыстан кейін 5 жыл соғыста қиналып жүріп, келгеннен кейін дүниеге келдім. Соғыстан кейінгі келген балалар ол ерекше балалар. Мен негізі еркелеп келген бұл өмірге. Үйде еркелеймін, шалыма еркелеймін, балаларыма еркелеймін, келіндерге, немерелеріме дейін еркелеймін. Алып бер, санан әкеп бер деп еркелеп отырып. Театрдарда көрермендерге еркелеймін, білем олар мені жақсы көретінін. Сосын бүкіл жаныммен, бүкіл жүрегімді жайып салып қызмет еткім келеді көрермендерге. Еркелеп жүрген адаммын ғой мен. Жақсы биікке көтерілген тұлғалар өзінің қарапайымдылығын сақтап қалғанда, қазіргі жастарға қараған кезде. Қазіргі жастарға есік қағудың өзі қиын. Телефонына қоңырау шалудың, келісудің өзі қиын. Ал сіз сияқты мысалы үлкен тұлғалармен сөйлесуде оңай, келісуде оңай. Неліктен деп ойлайсыз? Енді білмедім, кім білсін, мен қазіргі жұлдыздармен көп араласа бермеймін. Сондықтан біздің алдымыздағы үлкен апайлардың, біз ана Сәбир апамнан бастап, Бекен апай, Шолпан апайлар, Фарида Шарипа, соларды көрдік қой біз. Олар аспандап жұлдыз болмағанда бізге не жоқ? Сосын мен әкем өмір бойы айтқан, енді халықтың алдында жүресің, бетегеден биік, жусаннан аласа бол деген сөз. Бетегені білесің ғой, жерге тырмысып өсіп отырады. Жусан әрі кетсе тізеге дейін барады. Халықтың алдында бетегеден биік, жусаннан аласа болып жүр балам деп сөйлейтін. Қандай биікке шықсаң да. Сол әкемнің бір-екі сондай сөзімен өмір сүріп келем. Қазір көп рөлдерде ойнамайды екенсіз, де? Енді. Өзіңізге өзіңіз демалыс жариялап жүрсіз бе? Енді бұлай қарағанда өзіңіз қазір сахнадан көргісі келеді ғой сізді. Енді сонда да менің қазір немерелерім жүр ғой сахнада. Олармен жарысқаның өзді ұят сияқты. Кейде олардың жағы ырғағына ілесе алмай қаласың. Сонда апай болыңыз деп атса билегенде бірден сосын қой ұятты. Әр нәрсенің өзінің жөні бар. Жасыңа қарай бетіңді бояп парик киіп, сұмдық болып, ол қанша шыққанмен сен жасың көрініп тұрады сахнадан. Ол анау спектакльдің несіне ол минус болады. Сондықтан балдар да ойнасын, көрейік, оларды өссін, рөл болмаса, ойнамаса балдар өспейді ғой. Біздің алдымыздағы біздің апайларымызда сөйткен, мысалы, мен жастармен балалар театрында істедім 25 жыл. Сонда Сәлиман Саттарова деген халық әртіс болды. Соғысы 55 келгенде 5 баласы болатын, кетіп қалды театрдан. Апа, неге кетіп жатырсыз десе бүйтейді. Ай, мен осы уақытқа дейін ойнайтын рөлдердің бәрін ойнадым. Сендер ойнаңдар енді, мен бір жаңалық ашады дейсің бе енді дейтін. Үйімде шалым жағдайын жасайын, балаларым жағдайын жасайын деп театрдан кетіп қалған. Мына қара. Сосын тағы бір жұрт айтады, Роза Жаманова деген ғажап әнші болды ғой. Сол кісі де өзінің жасы келгенге Петя кетіп қап, закулесім ана балаларды үйреткен. Фортепиано ойнап қалай айтуды. Ол кісі кетіп қап сахнадан. Менің атақ даңқым Союз СССР лауреат. Атақ даңқым ана жастарды өсірмейді депті. Олардың менің артымнан бүйтіп қарап тұрады деп. Одан да мен сөйтейін деп. Мына қарамайсыз, ол бір белгілі бір сол өнер адамдарының ақыл парасатына сай болу керек оның бәріне. Соны жасау керек. Ол жастар өспесе болмайды ғой. Буын ауысып тұрады ғой. Сондықтан да денсаулығыңды бұрынғыдай шапқылай бермейді. Көңіл ғой ол, қатырамы рөл деген. Сіздің ұстазыңыз Есімхан Обаев айтып еді. Қазір біздің үлкен актрисалар рөлге қашат деймін? Жоқ, қайта сұрайды. Қыздың рөлін ойнағысы келеді. Қош. Сұранады дейді. Қош өйтетін білмеймін мен енді өмірі бір режиссерден рөл сұраған емеспін. Жоқ, өтірік айтып отырмын. Есімхан ағадан Айман Шолпанды қойғанда осыдан 15 жыл бұрын аға маған теңгені беріңізші деп бірінші рет барып сұрадым. Ол өлең айтады, сондай ойнағым келді де бір. Жоқ, давлением бар дейсің, ойнамайсың деді. Бәрібір берді, кейін ойнадым ғой. Өмірімде бір рөл сұрағаным сол.
Содан кейін сұраған жоқсыз. Жоқ, жоқ, ешкімнен не рөл басқа, екі квартира болмаса жер демекші Храпуновты сұрап барғам жоқ деген. Қанша 50 жыл тұрып Алматыда, бізде дача деген, жер деген ондай жоқ қой. Ештеңе сұрамадық. Мен таң қалдым. Алдыңғы осы біраз жыл бұрын хабарласқан кезде сіз айтқансыз, көп қабатты үйде тұрамын деп. Иә. Түсудің өзі көтеріліп түсудің өзі мұң, иә? Қан қысымың жоғары болса, қиналдым ғой. Танымалдылықты қолданбайсыз ба? Мен ондай әдетім жоқ, ұят сияқты ондайды білмеймін мен. Әке-шешем өте қарапайым кісілер, может, сондықтан шығар. Әкеміз андай тапсырып қойған, сондықтан сол. Аллаға шүкір, енді балалар қазір өздері тірлік жасап жатыр ғой. Балаларым да өздері тірлік жасайды. Сізге ренжімей ме ешқайсысы? Жоқ. Танымал болғаныңыздың қажеті қанша? Апа бізге ешқандай. Жоқ, ондай айтпайды. Айтпайтын қойғам ғой. Аллаға шүкір. Сіздің шалыңыз ше, үйдегі отағасы. Иә. Қазір бір жастықта бірге қартаюдың өзі мұң болып кеткен сияқты. Ажырасу деген өте көп. Бұрынғы аға буыннан көреміз, отбасын беріп мықты ұстап отырған, сақтап отырған. Ал кейінгі буын қазір сөзің аузында мен жаңа айтып отырмын ғой, әкемнің бір-екі сөзімен ғана өмір сүріп келе жатырмын дедім ғой. Мен тұрмысқа шығам деп ол кісінің алдына бардым ғой. Ол кезде шешеміз жоқ. Сонда ол кісі бүйтіп айтты, дұрыс. Сүйегің сол үйдің табалдырығынан шықсын деді, міне. Әйтпесе ыдыс-аяқ сылдырламайды дейсің бе, қиналмайсың дейсің бе. Сосын жас күнімізде ұрысуға шамамыз болған жоқ. Өйткені кемпір шал бар қолымызда. Ол кісілерге ренжігенімізді көрсетпеуіміз керек. Сондықтан міне 43 неше жыл өмір сүріп келеміз. Аллаға шүкір, мен де осындай биіктікке шыққаным сол шалымның арқасы шығар. Ата-енемнің өмірден өткен. Шын. Енеңізбен өте жақын болыпсыз, Ой, мен енемді ғажап. Ол кісі оқылмаса да ата-енем екеуі бір ішкі мәдениеті болатын сол кісілердің. Енді жұмысына ерте келесің, кеш келесің, сонда Ғазиза бүйттің-ау деген емес қой. Тек айтатын сөз Ғазиза әкем өзі біледі дейді, бітті. Менің шалым біреудің жалғыз баласы ғой. Енем 48 жасында туған. Атам бір аяғы жоқ болатын, Беларусияда аяқтан айырылған, соғыста болған ғой кезінде. Ол кісілер енді қиындықты әбден көрген кісілер ғой. Мен солардың қолына түстім. Сосын бір ғажабы, менің әкем өмір бойы қой емес сиыр баққан. Сырдарияның арғы бетінде. Мен де сол сиыршының баласына тұрмысқа шықтым, мына қара. Менің де атам сиыр баққан. Соны айтам, ой, Алла, бұлар қалай. Сосын екі балама да күбіге піскен айранға жерік болғам. Мына қара, өмір қандай. Күлесің бе, жылайсың ба? Немерелерімді айран десе өледі. Міне, бұл өзі бір табиғаттың бір сондай бір несі бар, жалғасып жататын. Аллаға шүкір, сол ата-енемнің арқасында, солардың арқасында ғой әйтеуір. Қазір 43 жыл өмір сүріп келеміз. Келінге сіз қалайсыз? Қазір келін қанша тырысқанмен қыздай болмайды деп жатады. Келін, қыз. Әркімнің өз рөлі бар, өз орны бар. Енді сіз ана орнына сізге енеңіз ана болып. Иә. Сіз ше? Енді мен де сол енемін жасаған. Мен де солай болуға тырысам енді. Жұмысқа тамақтарын дайындап қойып, әйтеуір ренжітпей отырсам, ол да біреудің баласы ғой. Алақанын ұстаған. Мен ол екі адамның бір-бірімен өмір сүріп татуласып кетуі қиын ғой, екі түрлі тәрбие алған. Сондықтан көмектесуіміз керек оған 1-2 жыл болса да. Үлкен келінді 2 жылдай қолымды ұстадым. Содан кейін бар. Ол тек орыс тілінде сөйлейтін. Сосын мен айттым біріншіден, біз Алмагүл айналайын, біз тек қазақ сөйлейміз үйде. Содан 1 жылда таза сөйлеп шықты ғой. Ұмтылып өзі. Өйткені ана ішіндегі бала құлағына құйылып жатыр, ол да солай болады деп. Немерелерінде Аллаға шүкір, енді соны мақтаныш қылатын болдық қой қазір сөйлеген. Қазақша сөйлейді. Қазақ сөйлейді деп мақтаныш қылатын болдық қой. Сөйтіп Аллаға шүкір етіп, қазақ мектебінде бәрі айтып, қазақы тәрбие ол басқа ғой. Өйткені кейде менің жабыр достарым телефон соққанда баламның, мама сізді телефонға шақырып жатыр дегенде, қалай балалар, сіз деп сөйтіп жатыр деп соған не қылады. Орыс мектебінде оқыды, ты деп сөйлеседі олар. Басқа ғой, тәрбие бәрібір басқа. Мен өйткені менің енем алғаш түскенде мен өзімше ерте тұрып есік алдында басыма орамал тартып ербиіп тұрмын ғой. Бізде орамал тартады ғой, Қызылордада. Сосын, не қылып тұрсың? Ұйықтамай деп, ауылда мында Қапалдың Абай деген совхозына келін болып түскен Талдықорғанның. Сонда енем дейді, не қылып тұрсың? Енді бірдеңе жасауым керек емес пе, су әкелем ба? Үйді сыпырам ба бірдеңе? Ой, мен бәрін суды бәрін әкеліп қойғам. Сосын бейді, ана басыңдағын тіпті жарбиып жараспайды екен өзіңе дейді.
ешқандай маған бір нұқып бірден айтқан кісі емес. Шай деспеген адам. Сіз де талап қоймайсыз қолыңыздағы келіндерге? Өйтпеймін, өздерінің жағдайын жаса деймін, өзің. Ақылы болса, өзі балалар не қылады ғой? Өз жетесіне берсін о балалардың өзіне. Аллаға шүкір, қолым, қазір қолымда Мәдина деген бір арғынның қызы, қолымда ақылы бар, өте ақылды, соған қуанам. Марат, Гүлнар деген мына Балқашта құдаларым бар. Жақсы, Аллаға шүкір. Үлкен келінім де осы дырылдап тұрады. Менің даусымнан олар біледі. Мама, ауырып қалдым, келе бірден дедектеп, мен анайқада сөйлейтім, анайқада сөйлейді, сол келіндерім. Жаңа айтып отырсын, жеті тұрдым деп айтып едіңіз деп. Сол үлкен келінім Алмагүл мені сүйреп, ана үйде сатып, бірден ағып, оны балдар айтқан тыңлаңдар деймін, ана. Келіндер тыңлаңдар деймін, балдар тыңлайды. Сөйтіп жақсы болсын дейді қолда, жүгіріп, дедектеп жүреді. Сондықтан оған қалай бірдеңе деп айтасың. Немере бақпайсыз ба? Немере енді бағымда өзі 60-ға келгенде немере көрдік қой. Немере баққанда ден сауығымда жетпей жа, давление деген қанғысым жоғары бағаннан кейін жай не қыла алмайсың, қиналып қаласың, ауруыңды айта беруіңде қажет жоқ қой. Ол да бір сынақ қой адамға. Жа шалым сөйлейді андамында, ол маған қараған тыңдау. Балда үлкен немерелерін анда, кружоктарын анда, мында аппарат сабағынан әкеледі деген сол. Мен үйде отыр, айтып отырмын ғой, еркелеймін деп. Шалым сол базарға да барады, магазинге де барады. Сол. Айза апай, енді біраз жол жүріп өттіңіз ғой. Нені байқайсыз? Нені байқамау мүмкін? Мысалы бір көзге байқалмайтын дүниелер болады, бір белестерді бағындырғаннан кейін, атақтарды алғаннан кейін, танымалдықтың бір шыңына жеткеннен кейін көп жандар жоғарыдан төмен қарап көп нәрсені байқамай жатады. Енді кейде өзім ішіммен іштей әртүрлі ойым, өзімен өзім таласам. Біз кезінде коммунист болған адамдармыз. 11 жыл мен коммунист. Сонда бірдеңені тіке айтып тастайтын бір кемістік театрда болсын, жас болсын, үлкен болсын, өте қатты айтып тастайтын тіке. Кейін қарасам, бұным дұрыс емес, шындықтың да шындығы бар. Ана адамды өлтіретіндей қылып айтпай, соны басқаша айтуға болатын еді ғой. Сол кезде соны бекер жасап мынау деп ойлаймын. Осы күні енді кейде бізде бір мынандай не бар. Қош, біз енді көп мынау неғып жатқан тірліктен шет шыққаннан кейін соларды шұқыла бермекші, мүмкін заман сондай шығар. Жұмысқа деген бір көзқарастарын, өздерінің бір тірліктерін көріп көңілің құлазиды кейде, неғып осылай болады деп. Бірақ айтайын десең, қой, дұрыс емес шығар, осы мынау енді жағы құрметті неге шықтық демалысқа, көп нәрсеге арала бермей тыныш отырған дұрыс шығар деп кейде сөйтіп те қоясың. Бірақ кейде ойлайсың, мен айтпасым кім айтады оны деп бір ойлайсың. Енді көп ішкі аралас, ішкі жағы өзім қарама қарсылық, өзің ойларың, нелеріңмен күресіп, өзің бір қиналып сөйтетінің бар. Ол жас үлкейгенінде бір қиын сол екен. Біліп көріп тұрасың, ананың аяғы не болатынын да көріп тұрасың. Өйткені өзің басынан да өтті ғой талай тірлік. Өйткені жағы менің айтайын деп отырғанда, Сәлимә Саттарова деген актрисаны айттым ғой. Сол кісі маған бір керемет не айтқан кезінде. Осы Лидия Каденова екеумізді бір рөлге салды. Виктор Пұсырманов, ол кісі жатқан жер жайлы болсын. Сол кісі бір орыстың қызын ойнатты. Сәкен Жүнісовтың бір тың жайлы. Лидия деген біздің керемет ән айтады, орысша билейді бәр. Мен орысшаған өлмін ғой. Мен бірінші состаппын, өткен Лидиядан бұрын келдім театрға. Сөйтіп дайын репетиция жасап жүрдік, бір күні мен алтыда екінші сағат түсіріп тастады. Ол мен үшін үлкен бір не ол кезде өзімше сұмдық актриса болып жүрген. Сосын көшеде жағы Сәлима апай кездесіп қалды. Қыз, қалың қалай репетиция жасап жатсыңдар, мен неғып жатсыңдар деді. Сосын айттым, мен түсіріп тастады екінші сағатта өзімше бүйтіп. Қызғанышымды білдіріп. Сосын Айза, мен сенен күтпеймін бұл сөзді деді. Мықты болсаң неге репетиция жасамайсың? Өмір қызғаныш жоқ ешкімді. Репетиция жаса, ол жасай алмайтындай тірлік жаса деді. Ойлап тап рөліңе. Мен жер жарылса, мен кіріп кете жаздадым ұялғанынан сонда. Ол маған өмір бойы мектеп болды мысалы. Сол кісі өйтіп айтпаса да болатын еді ғой. Бірақ айтты ол кісі маған. Кейін өзім бір рет ойнадым да, сосын ол рөлден шегіндім, айттым, мен келе бермеймін мына рөлге, Лида ойнай берсін деп сөйтіп, үлкен өзіміздің лездеме болады ғой, бір жетісіне бір рет сондайды айтып, рөлден шығып кеткем. Сондай істі сосын мен кімнен де көрдім. Ол өзі сондай адам ғой. Мұхамедиярова, Рай Мұхамедияр, біз жастар мен балалар театрын істеді ғой, сонда екеуміз бір рөлге түсіп, Шыңғыс Айтматовтың
Шынарым менің шырайлым дегенде әселді ойнадық. Репеш жасады, ол кісі Әлсел емес, ол кісі Хадиша. Шын мәнінде, бірақ әселді берді, әдемі кісі ғой. Сонда бір рет ойнады да, сонда жиналыста айтты. Кешіріңіздер, мен бұл рөлді бергеннен кейін жасадым деді. Бұл менің рөлім емес, бұл Ғазизаның рөлі деп ойнамаған. Міне, сондай адам өзінің күшін білу керек. Біздің қазіргі актрисалар біле ме осыны? Осы қара шаңырақтағы. Оны біле бермейді, шындығын айту керек, біле бермейді. Өйткені балалар мысалы біреу ақтоқтыны беремін, баянды беремін, жас болғаннан кейін ақтоқтымын, мен баянмын деп ойлайды. Біз де сөйткенбіз кезінде. Солай шығар, бірақ адам өзі айнаға қарап тұрып, өзін сынап та көру керек. Мен сол рөлге лайықпын ба, лайық емеспін. Менің ішкі мүмкіндігім жете ме, соған жетпей ме деп адам өзіне сын көзбен қарап үйрену керек. Құлау керек, тұру керек, қайта тұру керек, іздену керек. Сондықтан ғой мен жастармен балалар театрын кеткенім. 25 жыл істеп. Ылғи ойнап жүресіңдер де, содан кейін әрі қарай не істеріңді білмейсің. Режиссер іздейсің. Осында келіп таптым депсіз, иә, режиссерлеріңді? Осы әуес театрына таптым ғой мен осы жерден келіп. Бүкіл қазақ актрисасы ойнайын деген рөлдердің бәрін ойнадым. Қарагөз Өміржан болсын, Парадағы Анна Андреевна болсын, Шағаладағы Аркадина болсын, ойнайым деп армандаған рөлдердің бәрін ойнадым. Көбісі мен көп актер шеберлігін, сахнадағы өмір сүру тәсілдерін жаңаша Болат Атабаев деген ғажап режиссер бар. Шетелде жүр ол кісі, өкінішке орай. Сол кісінің мектебінен өткендердің бәрі басқа жұмыс жасайды. Ерлан Біләл, Бекжан Тұрыс, Данагүл, онымен бірге жұмыс істегендер басқаша, кім Дулға, Шынар Асқарова, оның несін көрген, школ мектебін көрген, сосын Гүлшат, Тутова, көп балалар оның несін қолынан өткендер басқаша жұмыс жасайды. Мен өзім қалай жерге бір тұрып, осы театрға келгенде маған Мамбетов айтқан, Ғазия не бітіресің, анаяқта өзің бүкіл рөлде ойнайсың. Көпшілік сахнаға шығасың, бұл жерде әйелдер көп, немене қыласың? Аға, сонымен көпшілік сахнадан бастаймын деп сөйттім. Жарайды деп алды ол кісі. Өкінішке орай Мамбетовпен мен бірге жұмыс жасай алмадым. Енді Мамбетовтың оқушылары ғой, сол Атабаевта Нұрғанат Жақыпбаев, Жанат Хаджиев, олар өзінше тірлік жасап жүрген. Нұрғанаттың қалай театры, Жанат қалай спектакльдерді қояды. Міне олар, ол Мамбетовтың несін ешкім әзір қайталай алмайды ол. Өкінішке орай Мамбетов. Осы актрисалардың аузынан естисің, қызғаныш деген сезім менде мүлдем жоқ деп айтады, Жоқ, неге болмасын, болады ғой, жаңа айтқан Сәлимә Саттарованың айтып отқан тірлігін жасау керек. Іште оны әрі қарай итеріп бас дейді қызғанышыңды. Одан бүкіл өзіңнің жан дүниең бәрі бүйтіп тырысып, біртүрлі жаман сезімдерің шығып сахнаға сөйтесің дейтін. Ең әдемі, ең жақсы сезімдер сахнаға шығу керек. Енді адамның өзі кімнің кім екенін сахна айна ғой. Экран айна. Қанша жасырсаң да көрініп тұрады сенің үніңнен, даусыңнан, көзқарасыңнан, іс-әрекетіңнен. Ол айна ғой. Біздің кезімізде, мысалы, мұғаліміміз алған Райға Мұқайымна Қаныбаева жақында дүниеден өтті. Екінші мұғаліміміз Есіпхан Обаев. Ол кісі екінші курстан берді бізге сабақ. Сол кісіден қорғадық біздер. Сол кезде біз оқыған кезде 21 бала түсіп, 11 зорға бітіргенбіз. Екінші, үшінші курста профневодный деп шығаратын, өскені өйтпейді. Топ-топ балалар келіп атады. Соның ішінде біреу ғана, екеуі ғана көзге көрінетін балалар. Біз сөгіз сөйтіп шығаратын, бірақ олар далаға тастамай жақпай. Жемпиге, Заветке, Сықиға барып орналастыратын. Екінші, үшінші курста босайды өткені. Міне, өте бұл сахнаға деген енді болу керек, болмаса болмау керек. Екінің бірі болу керек сахнада. Қазір шынымен актерлар көп қой? Көп болғанмен олар білмейді, бұл жеңіл жол деп ойлайды. Керемет. Сахна ең қиын. Мен бұл өнерді, театр өнерді, космонавтар бар ғой, солардың несімен салыстырам мен. Өнердің ең қиын әрине балет, цирк, нелер ғой енді, опера әншілері. Бірақ біздің театрға енді білмеймін енді қандай адамдар болу керек. Бір безгіл, бір кейбір уақытта енді театрлардың өзінің бір жоғары шыңға шығатыны, тоқырайтыны, оның бәрі ол солай болады, ол солай болғанда. Мамбетовтың замалы ол басқа. Мамбетовтың әр спектаклін қойғанда уақиға болатын Алматыда. Бүкіл бетке шығардың бәрі жиналып, жай спектакль тапсырады ғой, соған жиналатын біз.
Ол кісі қандай әртістер тәрбиеледі? Фарида Шарипова, ұлы актриса. Ашимов, Молдабеков деген сахнадан келе жатқанда табаннан от шашатын. Біздің көзімізге солай көріне ме? Осы бетіп келе жатқан кезде ол кісі ғажап актерлар тәрбиеледі ғой. Ол кісі бәріне бірдей героине бермейтін. Бір Фарида абайды ортаға қояды дағы, қалғандарын жан жағына қояды. Бір жағынан Молдабеков, Сәбит Оразбаев, Ашимов жан жағынан бүйтеді, ана кісі ортада бүкіл ой арманын, бүкіл ойлағалын, бүкіл философиясын Фарида Шарипова сахнаға жарқатты ғой. Ол кісінің әрине екінші составтар, басқа бөлігі, басқа актрисалар да шығарды. Бірақ негізі сахнаны сол кісі сүйрейтін. Жағыдай маңайында сондай жігіттер бар. Соларды шығарды. Мәмбетов өзін ғана емес, бір ғасырдың несін аспанға, театрда аспан көтерген. Сөйту керек. Ол бүгін анау героине, бүгін мынау героине емес, ешкім шыға алмайды. Мысалы мен кезінде 32 жас сонда көкірек қойын жағы, жастық. Қазір жастарда солай шығар. Нені қойды? Ақан сері Ақтоқтыны қойды. Мен Ақтоқты емеспін ғой, мен баямын. Өсігін көзбен қарағанда. Бірақ сол көзде маған Нұрғанат айтты: Ғазиза, сен героин емессің, сен характерін актрисасың. Нұрғанат жас, менің сахнадағы серіктесім, екеуміз бірге оқыдық қой. Сол сөйтіп айтты ғой. Оған мен ренжіп жүрмін. Оны кейіннен ұқтым. Қалай білмедім. Сонда же Ақан сері Ақтоқтыны ойнап, мүсіреп көріп, оның бәрін басқа жаққа, Мендонук деген бір жақсы режиссер болған. Соның бәрін басқа шағып ауыстырғаннан кейін ол ренжіп бірінші актен кейін кетіп қалды. Мен бірінші рет жүрегім ауырып дәрі ішкенмін сонда. Сонда мен өз шамамды білмедім ғой. Мен Ақан сері Ақтоқты емеспін мен. Ақтоқты кейін келді ғой. Райхан Қалиолдин ойнады. Ол кісінің сонда Ғабит Мүсіреп әр қасы кірпігіне деген бояма деп сөйтетін. Өзі сондай мөлдіреп тұратын жас бала ғой енді ол кезде. Міне шамамызды білмейміз біз. Мен де героинемін, маған не керек? Мен де сол жаман. Ойлау керек, ойлау керек. Жасандылық өте көп деп, қасқа кіріп, татуаж жасатады, кірпік жалғайды. Одан кейін бәрін өзгертеді, бетті бәрін, мимиканың өзін дұрыс көрсете алмайды, дұрыс күле алмайды, дұрыс жылай алмайды деген сияқты. Бар ғой біздің театрда да. Енді ол кірпік тағатын қазір сондай бір мода шықты ғой. Біздің кезімізде кірпік тағатын героиналар енді. Ол кезде қатты бояндау деймін. Мен енді таққан емеспін. Асқар Тоқпанов, ұлы режиссеріміз айтатын, сиырдың көзі ұқсамай, ана көздеріңі жапсырғандарын алып тастады дейді. Көрдің бе, ол кісі ұнамаған ғой сол кезде. Қазіргі грим мысалы, барлығы бір. Бәрі бір-біріне ұқсайтын сияқты. Иә, біріне дұрыс айтып отырсың. Бола ма сізге ақыл кеңесіңізді айтып жастарға? Былай істемеңдер, бұның қажеті қанша деп. Әлде сол сен тимесең мен тимеймін, бадырақ көздің тірлігін жасаймыз қазір. Дұрыс емес шығар енді. Бірақ ол жүрегіңе жүк. Сосын айтып аласың да кейін ренжисің, ойбай ай, соны бекер айттым, ана баланың жүрегі ауырама. Бірақ біздің кезімізде қатты жылатып тұрып айтатын. Сол кім, Әмин апам, жас Сәлим апай. Режиссер деген сахнадан бездарная вон отсюда деген кезде орыс тіліндегі режиссер ол. Сол кетпеймін сахнаның сыртында деп соқылдап жылап отыратым. Бір кезде где этот Абдинабиев деп Пысырманов. Ана буду репетировать или нет дейді. Буду деп басым шығаратым. Білген орысшамды айтып. Бұл күні мен біреуге сөйтіп ұрсып атқанын байқамадым, білмеймін. Бәрін аялап алақанмен бүйтіп сөйтіп не қылады ғой. Мен таң қалатын, ойбай, біз мынандай жасасақ, кейін Пысырманов қайттым ғой. Кейінде енді ол кісі институтта мен де сабақ беріп жүрдім шамалы. Виктор Станиславович, сіз маған не қылып ұрса бердіңіз сонда? 2-3 қыз жасаймыз рөлде. Менікі дұрыс сияқты, мен білемін дұрыс жасап тұрғанымда. Сөйтеді, маған билейді сонда. Орысша сөйледі ол кісі. Ты смазливая бала дейді. Сен сонымен өтіп кеткің келді дейді. Өнердің ана фундаментін жақсы қадау керек дейді. Ертең сен трагедия ойнайсың, драма ойнайсың, сонда не істейсің? Ішкі жан дүниеңді сен сол кезде дайындау. Сол үшін мен ұрыстым саған дейді. Қазір қандайсың, народная артистка моя дейтін маған ол кісі. Міне, сөйтсем сол бекер ұрыспапты ғой. Жылап қатты сөздер айтады, жаныма тиетін. Сонда да кетпеймін, отырам сахнада. Қазір кетіп қалады ой, замечательно айтып көр. Мүмкін біз театрдан басқа ештеңе болмады ма өзде кім білсін. Біздер осы есіміз білгелі сол әртіс боламыз дедік қой. Бірақ мынандай театр әртіс болады мен білемін, әнші Роза Бағланова сияқты әнші боламын дейтім. Мына қараңыз. Мен тіпті әншілікке мен
кәдімгі шақыру қағазымен де келгем. Сосын жатақханада қыздар айтты, ей, онда 7 жыл оқисың, өзің орысша білмейсің, онда итальянша оқу керек оған. Сольфеджи, гармон деген, сен не білесің? 4 жыл оқысын, актерский, қағазым жыртып тастадым, актерский келдім. Направлением жүрдім. Түнімен жаттап, қара сөзбен нені. Міне ол бәрі өзінің бір Алла солай беріп тұрған шығар. Бір әдемі әндер жазғыңыз келмей ме қазір? Ой, қазір дауыс жоқ. Мен де оны айтпаймын, қалды бәрі. Өлең айтпаға 10 жыл болған шығар. Өзі үшін, балалар үшін жақсы мынау қорда қалсын, естерінде қалсын деп естелік ретінде кино түсіртіп жатады. Қазір танымал тұлғалардың көбінде бар ол үрдіс. Сіз мысалы балаларыңыз үшін, жолдасыңыз үшін, туған туыс, орта үшін бір өзіңіз жайыңызда әдемі қиып қойғандай бір кино жасап, я болмаса жаңағыдай даусыңызды жазып, әніңізді жазып студияда әдемілеп, әрлеп бір естелік ретінде. Шынымды айтсаң, мен қанша түсірген кино бірінен онда менде ешқандай архив бірдеңе деген жоқ. Сақтамайсыз, жинамайсыз, де? Түсімде кетіп қалам бітті. Соны білмеппін, мен жүре беріппін ғой. Сонда балаларыңызға не қалдырасыз? Білмеймін енді әйтеуір. Табылады ғой. Кешіңізді де өткізбейсіз бе? Ондайды өткізген емеспін мен. Неге өткізбеске? Неге өзіңіздің сіңілдеріңізбен, әріптестеріңізбен кездесіп жүздеспеске? Білмеймін ғой. Сабира апам да өмір ондай не жасамаған. Ылғи сұрасам 39-дамын деп жүрді, одан кейін 49-дамын. Мен неге жасамайсыз, осы сіз деймін, өтсем етеді. Ой, мен жаспын әлі деп сөйтеді. Келесі жылы сізде де мерейтойымыз ба? 70-ті, құда қаласа 70 міне. Биылғы жылдың аяғындаймын. Қалай атап өтесіз? Білмеймін енді. Дайындық. Сол бірінші денсаулығымды ойнап жүремді, соны ойлаған мұрша болмай қалады. Бір пландар болып еді, одан кейін тағы да денсаулығым болмай қалды, табанжаға жатын ол тағы қалды. Өзім бірдеңе ойлап едім. Бір арманыңыз бар шығар енді. Сахнада қанша жыл жарқырап жүргеннен кейін. Енді осындай бір нелер жасасам деп. Ондай енді айтып отырмын ғой, қазақ актрисаның ойнайым деген рөлдерін ойнадым дедім ғой, Таңқа Бекенді ойнадым. Әйтеуір Аллаға шүкір комедиядан да енді. Қазір енді денсаулығыңа қарай ол, әй, оның көңіліңе оған менің күшім келмейді ғой деп ұятқа қалмау үшін үндемейсің содан кейін. Балалар аман болсын дейсің, басты, негіз. Немерелі болсам деп сол армандаймын. Менің ең арманым мына кіші баламнан немерем болса екен деп армандаймын Алладан. Соны тілеймін күн-түні. Шет тілдерін оқып бітірген, маман? Үлкенім шет тілін бітірген. Кейінгі международный бітірді. Ағылшынша, үлкенім ағылшынша, ол тек бітіргелі шет тіл нелерін істеп жүр. Шет тіл институтының ағылшын тілін бітірген. Сол дұрыс екен ғой, бүкіл дүниені аралады, көрді, жерді. Ол әйтпесе, Қайрат үйін орында ойнаған футбол, бірінші курсқа дейін ойнады. Содан кейін мен оны таста, шет тіліне барасын деп, 9-шы класстан мен шұқи бердім. Содан соны апардым. Кейін жұмыс болмай қалғанда балам айтады ғой, мама ғой, ендігі соны бітіргенде тренер болып бір жерде Африкада жүрсе де ақш табатын еді ғой деп, қиын кездерді айтады ғой. Мен айтам, ол Африкада жүреді, өзінің елінде жүреді. Киноларға көп түсетін актрисаның бірісіз. Сериалдарға, ситкомдарға. Енді көп деп айтуға бола ма, болмай ма? Біраз дүние бар еншіңізде. Айналайын дегенде бірінші ана ситком кімнің есінде түстік. Ақан Сатаевтың сонда. Біздің Астана телеарнасында шыққан «Домашние войны» да. «Домашние войны» сонда түстім. Неде, «Зауал» дегенде. Қазіргі жақсы талантты балдар өсіп жатыр біздің кинода. Жұмыс істей алатын актерлармен. Мысалы, «Зауал» дегенде Айбасов деген бір баламен жұмыс жасадым. Санжар Қайсарда Ахат Ибраев деген балалар өте білімді, қазақша, орысша, ағылшынша жақсы не алады. Сосын актер шеберлігін олар жан-жақты өздері басын өткізіп, өздеріне өте жақсы балдардан көп нәрсе үйренуге болады. Жастардан да үйренесіз, әрине онсыз, олар деген басқаша қарайды ғой. Қалай үйретті, сонда енді біз сөзімізді айтып алды да көзіміз тас болып тұрады екенбіз бүйтіп, ойланып білмейміз. Сонда маған дейді, апай, 1, 2, 3, 4 деп санаңыз іштей дейді. Маған бұл жерге ойлан дегенде маған жерге озық керек деп сөйдейді. Жаңы ойланым не болды деп жағының бәрі көрсетеді де өздері. Бір талантты балдар өсіп жатыр жақсы. Мынау Асқар Ұзағбай ме еді? Соның командасында істейтін бір ер балдардың атын ұмытып қалсын. Ернұр ма, Ернар ма? Жақында түстім, ол кино енді шығады. 2-3 жылда бір түсем енді, шынымды айтсам. Сосын анау ауыз ауырып жатқан тұрғызған мені кімдер
Жанна Қуанышбек екеуміз бір түстік комедия орысша 25 километр деген. Сонда Пискунов деген Игорь театральный режиссер өзі әлі телевидение істеген кезінде сол баламен бір жақсы жұмыс болды. Мен зорға жүрмін сонда деген енді 100-ден асып кеткен салмағым зорға қозғалам, сонда да қоймай мені сүйреп. Болды ауру, ешқандай ауру жоқ, ештеңе де жоқ деп маған. Сосын Эле Гильман деген бір қыз бар, оның дипломный жұмысына түсіп бергем. Тегін түседі екенсіз, сіз? Тегін түсіпсіз көп студенттер. Сонда көп, онысы болмайды ғой өзіміздің болашақ айманттар қойында. Сосын мен айтам, ертең үлкен режиссер болғанда түсіресің ғой десем, я вас когда-нибудь сниму деп, бір 11-12 жыл жоқ болып кетті, сөйтсем ВГИК бітіріп келген, ана қызы уже. Сонда 25-де режиссер болып түсірді екіншісі. Мен жоқ шарамаймын, ауырып жатырмын десем, жоқ апай, ол сізге арнап жазып отырмыз мынаны деп жағы болмай сөйлеп. Қыздар бар қазір жақсы. Анар деген бір жақсы қазақ қыз бар режиссер. Ол да ВГИКті бітіргендер. Көбінесе әжелерді ойнайсыз, е? Енді мен айтам телевизорда, мен тек әжеге ғана жараймын деп айтып алам шақырғандарға. Мен андай апаға жарамаймын қазір шешеге. Ол 50-55-те кісілер түседі қазір шешеге, 40-45-тегілер. Мен әжеміні бәрі көрініп тұрам ғой, әже бағам. Қымбат әжесі бе? Еңбек ақыңызда қымбат? Жоқ, балдардың жағдайына қараймын ғой. Белгілі ғой өкіметтің жағдайы қандай, жалпы жұрттың қалай соның қарап, соның ортасына шығарса көп ақша сұрамаймын. Айтып жатады ғой, бір рөлім үшін осы жақтан пәтер алдым, көлік алдым деп. Енді ондайдың сөзі бар, жағы айтып отырмын ғой, Игорь Пискуновтың киносымен ана кемпірге түстім. Сол екеуін қосып, мына жаңа, енді оның айту, бірінші берген жаңа предоплата деймі, сондайым соған жарады ғой, оған да шүкір. Қанша жыл жүр. Кейбір рөлдеріңіз үшін ішіңіз ауырған жоқ па? Мынаған бекер келісіп түскен екенмін. Бір беделіме нұқсан келтірді. Ондай енді айта алмаймын. Ондай өкініш мүлдем болмаймын? Жоқ, мен сосын түсіргізде маңайымда кім бар деп сұраймын. Серіктестерің сені жарқыратады ғой, жақсы актерлар болса маңайыңда. Сонда сен жарқырап шығара аласың. Ал серіктестерің жақсы болмаса шығамайсың. Перекрестен мен шыққаным Бекен апаммен Қасымаға болды ғой жанымда. Мені ойнатады. Менің әрбір іс-әрекетімді олар бағалайды. Өздерінше сол арқылы мені өсірді олар. Партнерің өсіреді ғой жанындағы серіктестер. Әлгінге дейін Роза апай деп сізді, е? Сөйдейді, әлгінге дейін тете Роза дейді. Ал, не істейсің? Енді балар қазір Санжар Қайсарда айтады, әжесі Санжар Қайсардың әжесіз ба дейді, я деп айғайлаймын. Өкінішім ақан жер Ақтоқтыға бекер не қылдым деп өзім жер болып үй алдым. Бірақ енді қайтесің. Өткен сол қателіктермен бір құлайсың, бір тұрасың. Өнер сол ғой. Осы театрға келіп қайта ғой тұрдым. Сол бір жыл жылап жүрдім. Күнде үйге келіп жылаймын. Балам үлкен, мама болды. Дұрыс жасадың выбор. Мен айтым, Ерлан, мына дұрыс жасадым ба, кетіп қалдым 19 жасымнан келген жерім. Бір күнді алдымда сайленіп кетімде қалдым. Дұрыс. Мама бәрі дұрыс. Бәрі жақсы болады, қой дейді. Күнде кешке жылаймын ғана. Жұмыстан кетіп үлкен балам соған айтам. Дұрыс жасадым ба, дұрыс жасамадым ба деп. Қайта тұруға тура келді ғой 93-те қайта құлап. Сонда Қазақстанның еңбек сіңірген әртіс деген атағым бар. Өсіп, қайта тұрып, қайта не қылдым ғой. Қайта тұрып, тұра алмайтындар да бар ғой? Иә, бірақ режиссерларым кездесті оған. Сол менің бір олжамен жүргендегі үлкен апайларды көрдім. Сахнада үлкен рөлдермен болмаса да, бірге жүрдік сахнада оларды көрдім. Ең бақытқа олар біздің қолын алу арман еді ғой. Шолпан апайлар, Фарида апай, Бекен апайлар, Бекен апаймен киноға түстім, мысалы. Мектеп қойлар, ой, о кісілердің енді сөз жетпейді. Сөз жетпейді. Әлі айтып отырамыз, басымыз қосыз айтамыз. Ой, Шолпан апам, ой, Бекен апам деп. Тура айтып тастайтын ол кісі. Мысалы, талай тұлғалар кетіп жатыр, е? Біз кеткеннен кейін не болады деген бір ой келе ме сіздерге? Мен осы мынау ерландардың тобы. Дулға, Шынар, Гүлшат, Дария бәрі келгенде, олар менің алдымда келген, мен олардан кейін келдім театрға. Солардың ойынына, тірліктеріне қарап отыр ойлайтым. Кейін Құда қаласа осы балалар театрды ұстайтын болады деп. Ойлайтымын. Сол ойым өзі солай келе жатыр. Қазір сахнада анау Шынардың қаңқайып тұрғаны, Дарияның ана тірліктері, Гүлшат өзінше бір төбе, Дулға анау
солар ұстайды қазір Қорықпай қалдыруға болады. Халық қорықпай, аха. Енді бұлардан кейінгі балаларды мен әзір білмеймін. Өйткені олармен бірігіп жұмыс жасағаным жоқ. Ана Бекжан біздің өнеріне берік қандай балалар. Сол менің ойым сол кездерде мен 50-55-термен сонда ойлап қарап етіп отыратын спектакльдерін көрем ойнаған. Ана Шынар Қарагөзді ойнады, Ерлан Сырымды ойнады. Сонда Тұңғышбай соларға берді. Өзі 40 неше келгенде осы балалар ойласын деп. Сонда кейін солардың алып кеткендерін көріп, ана Долыға, олар өздері бір дүркін, бір топ болып жақсы спектакльдермен келді өздері. Ол Хадиша апайдың несін көрген балалар, мектебін көрген, Тұңғышбай мен Хадиша апай сонда мектепте Әшірбек кешегінен өткен. Солардың несін көрген, сабақ алған, солардан дәріс алған, ол басқа. Анау сабақ алу, ол көп әсер береді өнерге. Біздің апайымыз өте қарапайым кісі болатын. Рабиға Қанабаева. Есіпхан ағаны да білесіз ғой, жалпылдап. Ақ көңіл. Бұлай бүйтіп не қылуды білмейді. Біз де соған ұқсағанымыз. Сосын мінезіміз әртүрлі біздің. Шайз Ахметова деген халық әртісіміз бар біздің. Әнуар Боранбаев қандай дүниеден өтіп кетті ол. Бізден кейін курс Лидия Каденова, Құдайберген Уайс біздің апайдан. Бір түрлі бір характерлер, әрқайсысы біріне бір ұқсамайтын. Сөйтіп қабылдайды сол кезде. Сіз қандай ауа райға келесіз? Ауа райының қайсына келесіз сіз? Мен ба? Сіздің мінезіңіз? Менің мінезім күз. Бірде жаңбыр, бірде не? Әртүрлі мен мінезім. Мынау сосын ойнаған рөлдерің көп адамға өмізің ізін қалдырады рөлдеріңе. Мысалы менің басқаша өзуіме сосын мынау Жанат Хаджиев деген бар ғой. Сол диплом жұмысында мені Әкім Таразидың жақсы кісінде Базия деген, мен сонда 28-30-дамын ба, 28-ден. Анаға салып жүрді мені, героинлерді ойнап жүрем. Қашан қылдап жүресің, болды, переход жасауым керек деп. Өзін дипломный жұмысы, мына қараңыз. Сөйтіп, содан бастап менің отырып тұрысым толғанымда содан шығар деп ойлаймын. Салмақтылық, отырып тұрған үлкен кісілерге еліктейсін, ылғи үлкен кісілермен бірге жүрем. Қарайым, содан жаулық байлаған, бірден қылған. Содан мен сол ертелі қартайдым ой деп ойлаймын. Кемпірге де мені апарып пісірді ғой. Кинодан да ермекті кездестіргенді қарасайшы. Маған әр сөзімді үйретіп отыр. Режиссерларына үйренем дегенім сол ғой. Микрофоннан айтып берді жаймен деп. Ғазиза апа, біз бүйтіп қасты көтеріп қаламыз ғой сахнада ойнағанда. Өзіміз жанау. Үлкен зал көріну үшін үлкен іс-әрекет жасайсың. Апа, қасыңды көтерме. Апа, көзіңді қозғама. Міне. Сол бүйтмей сонда осылай отырам ба деп. Сөйтсем ол басқа, сөйтсе үлкен мектептен өткен бала ол. Өте талантты жігіт қой ол. Содан мен сөйтіп үйреніп адам болдық қой. Қазір шамалы экранның бірте-бірте енді құйтырқысын алып кетірмен экранның. Енді тоқтамайтын шығарсыз. Әлі ұсыныстар түссе. Білмеймін әйтеуір. 70-ге енді келіп жатыр. 70 деген не дейсің ғой? Иә. Рахмет. Сөйтіп. Өзіңіз күтіп жүрген рөл жоқ па? Кинода, экранда? Білмеймін. Театрдаған бәрін ойнадым деп отырсыз, армандаған рөлдерді. Кинода? Кинода шіркін кейде ойлаймын, алау Әмин апамның ойнаған несі бар ғой? Ана туралы аңыз деген. Ол кісі соны 47-48 жасында ойнаған. Сондай бір рөл өрсе екен деп ойлаймын. Мен әлгі ермек меған Үлтөжерозаның қимыл әрекетін менен алып тастауға тырысыңдар, бәрін айтам. Сон кетіп батсам, сон тоқтатыңдар, мен кетіп қалым мүмкін солай қарай деймін ғой. Өзім негізі мен комедия, трагкомедия жанрын жақсы көрем. Бірде бұлай көрерменді әртүрлі жағдайға түсіретін. Сондайды жақсы көрем. Тарихи рөлдер ше? Тарихи рөлдерден... Бүгін тарихи дүниелер түсіріле бастады ғой? Кім білсен келе бермейді ғой, мен түрімді Құдай атқан. Мұрынның түрі мынау. Сондықтан оған әдемі маршинкасы көп, сондай бір беттер болса шіркін әдемі қазір уақытта. Арнайы күтесіз бе? Бетіңізде бір әжімді байқамай отырмын. Жоқ, ештеңе жақпаймын мен бала күннен. 30-дан бастап аздап бірдеңе ештеңе жақпаған адамын бетіме. Оны айранмен жуынам сізге. Жоқ, Құдай. Айына бір далаға шығатын болғасын амал жоқ, бір бетіңе пудр жағаның бар. Бізде ондай не болған жоқ қой, сонда бет бояу өте. Мода болған жоқ қой дегенім ғой.
сол не болса, оны тиіспеу, киноға тиіспеу керек бетке онша. Өйткені қасыңды да андай бірдеңе сызық болады ғой, бірдеңе қалса, бәрі көрініп тұрады ол. Табиғи күйінде Табиғи күйінде жақсы, сахнаға да, театрға да сонда жақсы көрінеді. Салмақ қуып көрдіңіз бе, жалпы? Салмақ қуғанда көп қуымадым. Қуған болам, шыдам жетпейді оған. Бір салмақта ұстауға тырысып, әрекеттеніп, диетаның түрін сақтап, бір рөлдерге өзін дайындап. Бір неге сөйткен, маған сұраймын режиссерден, менің мына немін сіздерге кедергі жасаймын. Ешқандай кедергі. Ешкім арықта деп айтпайды. Может, айтса арықтарын бедім, кім біледі енді. Мен Құдай атып, ешқайсысы маған айтпады ғой. Сұраймын маған, арықтай мен, жоқ, ешқандай. Тек бір рет әлге Бекжанның әйелін ойнауға тура келді. Енді ол менің баламмен қатар бала ғой. Сосын ой құрсын деп өзімше бір японский диета деген бар екен. Нан жемейтін, тұз, қант қоспайтын сондай. Сол 21 күнде 12 кел тастадым ба. Қалай шыдадыңыз? Сол жағылар жейм, тамағанда толбады. Жұмыртқа жейме, капуста жейме бірдеңе. Соны жасадым, шалым беріп қады. Бәрі ертең қайдады. Сөйтіп бір тастағаным бар. Ол спектакль біткеннен кейін мен де қайдан орныма келдім ғой. Малый залда жүрді, бір орыстың әйелін ойнадым. Бекжанның, мен айтам ғой, күйеуім жаспағаннан ұят қой, құрсын шамады, қозғалайын деп. Сөйткенім бар бір рет. Сіздің имиджіңізге кім жауап береді? Қарап отырмын, сондай жарасымды, сырғаңыз, көйлегіңіз, өзім жүрмеймін, көп қабатты үйме көтеріліп аламын да отырам дейсіз, көп шыға бермеймін дейсіз, де? Енді мен телевизорда отырып мода көрем. Содан кейін тігіншілермен ақылдаса, менің ұшқыр қиял деген жүлдем бар ғой. Анау недегі Парадағы Анна Андреевна ойнағамда мен көктемгі фестивальда ұшқыр қиял дегенне алғам. Сол ойымды оятып, өзімді жақсы көрініп жүру үшін жағы бар тіккіземін, сатып аламын, ойлаймын. Өзім кемістіктерін білем ғой, денім, қажетін жасыру керек. Бір-екі размер үлкен кие, мысалы, қарнымды көрсетпей. Жұрт тырыстырып, тырыстырып киіп алады ғой бәрібір. Өмірі ондай киім киген емеспін. Сол адамның өзіне байланысты қиялым ұшқырлау менің. Балдарға да, келіндерге де айтады, ананы өйту керек, мынаны бүйту керек деп отырам. Соған қарағанда тігінші болуым керек бе? Актер болсам тігінші болам дейтін. Мен әжем тігінші болған екен, сырт киім тігетін екен. Махаббатқа сенесіз бе? Махаббатқа ма? Менің махаббатым, балаларым, сосын театрым, өнерім. Бар шығар, бар ғой. Жолдасым деп айтқан жоқсыз ғой? Енді олай махаббат туралы өз ондай сөздер айтылмайтын. Жолдасымда ол маған сен жақсы көрем деп айтқан емес өмірінде. Мен де оған айтқан жоқпын. Сүйме құру керек, бала болу керек, бітті. Соған келсін. Мен өнеріме келістің бе? Келістің, міне бітті. Сөзде тұратын жігіттер болды ғой, сондықтан жүр ғой жанымызда. Ондай өз сондай махаббат бірдеңе деген сөз айтыла бермейтін ғой бізде. Айтса арзандап кете ме, кім біледі енді. Сондықтан да шығар, иә? Сыйластық, түсіністік қой негізі. Соны махаббат деп айтады шығар, кім біледі оның не қандайын. Менің өзім білетінім, менің ең қатты махаббатым осы балаларым, сосын театр, өнерім өзім. Өзімді өзім жақсы көремін мен. Дұрыс, жақсы көру керек. Өзімді өзім жақсы көремін. Сол ойнағанымды қараймыз, замечанием, байқамай жерім қап бүйтіп ойнау керек еді. Экраннан қарап отырам әдейі. Бір өйтеді, біз қарамаймыз дейді. Қалай қарамайсың, көруің керек қой, замечанием. Бір жерің бір өйтіп қалай болады, немене болады сол. Әрине. Бала махаббат ондай деген ол ес білмейтін жас күндерде болады шығар мүмкін. 18-ге дейін ба солай. Кім білсін. Өзі өйтіп не қылуға шама болмады ғой, оқу деп есімізден танып. Бізде үлкен арман болды ғой, қазір армандай алмайды деп ойлаймын кейде балалар. Бізде арман сүйреген. Айтпасаң, қызардан дәріңнің арғы бетінен мені Алматы күтіп тұрғандай, консерватория мені күтіп тұрғандай. Сондай сенім, үлкен сенім, мен түспеймін деп ойлағаным жоқ. Түсем бітті. Ешкім жоқ, туған туыс ешкім жоқ. Ешкім, туған туыс жоқ, аға жоқ, жаға жоқ. Түсем бітті. Түсті, мені күтіп отыр осы Алматы. Сондай бізде үлкен арман болды ғой. Сол сүйреп келді ғой бізді. Және жеттіңіз де арман. Аллаға шүкір, ел аман, жер аман болсын, сол ғой. Сонда біздің ұрпағымыз жақсы өмір сүреді. Рахмет сізге.